Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің тақырыбымыз глюкозаны алмасуы. Обмен глюкозы дейді. Сол туралы болмақ. Қысқаша ғана Кребс цикл жайлы, гликоген жайлы, глюконеоген жайлы қысқаша ғана негізгілерін ғана айтатын боламын. Ең бірінші обмен глюкоза айтпай тұрып жалпы зат алмасу туралы айтайын. Зат алмасу, обмен веществ не ол? Ол біздің яғни адамдардың қоршаған ортамен байланысты десе болады. Себебі зат алмасуға бізде тыныс алу жолы арқылы және де тамақ арқылы бізде зат алмасу жүреді. Яғни тамақ түседі, метаболизм процесс жүреді және біз ол метаболизмнен қалған продуктыны өзімізден шығарып тастаймыз. Яғни тамақ арқылы бізге не кіреді? Глюкоза, углеводтар, көмірсулар, белоктар және майлар. Бұлар организмге түскеннен кейін аралық обменға процесіне түседі, яғни катаболизм және анаболизм процесс жүреді. Катаболизм кезінде энергия бөлінсе, анаболизм наоборот энергияны қабылдайды өзіне. Энергия затраты энергия жүреді. Одан кейін организмнен шығарып тастайтын выделение. Соның ішінде ең бірінші глюкозаның айналымына тоқтай кетейік. Яғни бірінші тамақ түсті, көмірсу. Бізде табиғаты жағынан бірнеше көмірсулар бар. Крахмал дейді. Яғни ірі молекулалы қант. Гликоген дейді. Жануар текті көмірсу. Лактоза дейді. Және полисахарид, галактоза мен глюкозаның қосындысы. Сахароза ретінде қабылдауымыз мүмкін, ол глюкоза мен фруктозаның қосындысы. Клетчатка түрінде қабылдауымыз мүмкін, ол целлюлоза. Осылар организмге түскенде ең бірінші жаңағы ауыз қуысында ери бастайды, білеміз, альфа-амилаза фермент арқылы. Одан кейін жіңішке шекке барған кезде жаңағы альфа-амилаза ферменті арқылы, лактоза, галактоза, сахароза ферменті арқылы және полисахаридтеріміз моносахаридке айналады, ыдырайды, расщепление жүреді. Моносахарид яғни глюкозаға ыдырайды. Бұл молекулалық құрылымы жағынан өте кішкентай моносахарид. Шекте сіңіріледі. Шекте сіңірілгеннен кейін бұлар тікелей 3 направлениеде бағытта жүреді. 3 бағытта жүреді. Біріншісі гликоген ретінде бауырда бұлшықетте қорға жиналуы мүмкін. Екіншісі бір бөлігі гликолиз процесіне қатысып энергия бөлуі мүмкін. Үшінші бір бөлігі артық, егер қанда бауырда артық мөлшерде болса, ол май ретінде қорда жиналуы мүмкін. Ең бірінші гликогеннің алмасуына тоқтала кетейік. Және глюкозаның бір бөлігі бауырға барып реакцияға түседі. Себебі бауырда глют рецепторы бар. Осы нәтижесінде глюкокиназа ферменті арқылы және глюкозамыз глюкоза 6 фосфатқа айналады. Ары қарай тағы да бір фермент, яғни фосфоглюкомутаза ферменті қатысымен 6 фосфатымыз глюкоза 1 фосфатқа айналады. Ары қарай глюкоза 1 фосфатымыз УДФ глюкоза дейді, яғни аралық глюкоза. Одан ары қарай гликосинтетаза фермент арқылы гликоген түзіледі екен. Бұл запастағы, яғни қордағы глюкоза қоры глюкоза болып табылады. Егер адам көп физикалық жұмыспен айналысқан кезде, көп энергия қолданған кезде, осы қордағы гликогеніміз гликогенолиз процесіне қатысып, гликоген фосфорилаза ферментінен қайтадан глюкоза 1 фосфатқа, одан фосфоглюкомутаза арқылы глюкоза 1 фосфатымыз глюкоза 6 фосфатқа,
одан глюкоза 6 фосфатаза фермент аркылуу кайтадан глюкозага айналат. Келесisi глюкозанын булчугеттерде айналымы. Клеткага түскөн глюкоза, яғни булчугет клеткасына гексокиназа ферменти аркылуу. Яғни жаттап алайык. Буда гексокиназа. Бизде жана бауырда глюкозанын бауырга барып айналуы глюкогеназа ферменти аркылуу болот. Мында гексокиназа ферменти аркылуу глюкоза 6 фосфатка айналат. Мунун эмеси экинчисинде ловушка глюкоза дейт. Яғни глюкозанын кери кайтат жолу жок. Себеби осы глюкоза 6 фосфаттын негизи заряды терс заряд экен да, мембрананын заряды 10 заряд экен. Сондуктан экөө бири-бирин тебет де. Яғни глюкоза 6 фосфатымыз кайтадан глюкозага айнала алмайды. Биринчи себеби. Экинчи себеби бауырда жана глюкоза 6 фосфаттын кайтадан глюкозага айналууна фермент болду ғой, глюкоза 6 фосфатаза аркылуу айналды ғой. Ал бунда глюкоза 6 фосфатаза булчугетте жок экен де, сондуктан глюкозамыз сол булчугет клеткасында калып, ары карай гликолиз процессине катышат. Гликолиз дегенimiz глюкозанын ыдырап, яғни анаэробту жана аэробту деген эки жолу бар. Ыдырап, энергия бөлүүі гликолиз процесси болуп табылат. Оған азыр токтоламыз. Так, эки жолу бар дедик. Аэробный, анаэробный, аэробтуу жолу, аэробный путь. Бул жана басында айткандай, яғни катаболизм, анаболизм процесси бар дедик кой. Булду немесе уже катаболизм процесси деп айтууга болот, себеби эң сонунда будан энергия бөлөт организмге керекти. Аэробтуу жол менен глюкозадан мен кыскача гана токтолуп кетейин. Эки атом пируват түзүлөт. Бул процесс уже клетканын цитоплазмасында жүрөт. Ары карай эки атом пируваттан ар кайсысынан пируват дегидрогеназа ферменти аркылуу эки атом ацетил коэнзин А түзүлөт. Жана де СО2 газы бөлүнөт. Жана бул процесс кезинде енді негізгі айта кететін жайт сутегі яғни бөлініп шығады. Және карбоксилный группа осыдан бөлініп шығады. Бұл процесс уже митохондрияға ішінде жүреді. Және цитоплазмада жүрді ғой, пируваттың бөлінуі. Енді ацетилкоэнзин бөлінуі уже митохондрияда жүреді. Митохондрия дегеніміз ең сонда біз білеміз не? Энергияның көзі. Яғни пируваттың бөлінуіне 20% энергия бөлінсе, ацетилкоэнзинда уже 80% энергия бөлінеді екен. Ары қарай ацетилкоэнзин А біз жаңа айттық, глюкозаның артық мөлшері май ретінде жиналады дедік қой. Мына жақта бірінші май ретінде жиналуы мүмкін. Екіншісі, яғни бізге керегі, осы жерде цикл Кребс басталады. Құрметті көрермендер, бұнда көп деген жаңағы формулалар бар. Оған тоқталмай қойын. Себебі ол формулалар адам шатастырады, ол ұмытып қалады адам. Негізгісі түп соңында цикл Кребстен не пайда болады, сол туралы айтайын. Цикл Кребста жүрді. Нәтижесінде ең соңында бізде газ бөлінеді, СО2. Жәнегі сутегі водород бөлініп шығады, және энергия бөлінеді. Жәнегі бөлініп шыққан водородымыз бізде над және фат дейді, коферменттермен қосылып, надаш және фадаш ауысады екен. Одан кейін жәнегі өзіміз ауамен демалатын оттегімен қосылып, бұлар ең соңында су бөледі, және 38 атом АТФ энергия бөледі екен. Сонымен аэробты жолында бізде катаболизм реакциясында екі пируват, одан екі ацетилкоэнзин, одан цикл Кребста жүреді, ең соңында бізде энергия бөлінеді, және су бөлінеді. Келесі аэробты жолында, анаэробты жолында. Бұл қай кезде бізде? Анаэробты, яғни оттегі жеткіліксіздік кезде, гипоксия кезінде жүреді екен.
гипоксия кезінде организм өз-өзіне энергия бөлу үшін осы жол жүреді. Бұдан бізден яғни пируваттан 2 атом лактат түзіледі. Міне. Лактат біз білеміз улы зат. Улы зат мысалға ол қалай мысал келтірсем болады. Мысалы, адам баласы, мысалы, адам спортпен шұғылданбай жүріп, қайтадан спортпен шұғылданған кезде, қатты физикалық күштемен жұмсаған кезде, ертең денесінің барлығы ауырып қалады, иә. Ол осы лактаттың жиналғаны болып табылады тері астында, сүт қышқылдарының. Себебі физикалық күштеме кезінде бұрын-соңды физикамен айналыспаған адам денесінде гипоксия дамиды ғой, клеткалық уровеньде. Нәтижесінде осы глюкоз анаэроб жолын бөлініп, денеде лактат түзіледі екен де, содан ауырады екен дене. Немесе бұл процесті бізде Кори цикл деп атайды. Себебі бұл лактаттың түзілу қайтымды процесс. Мысалға, глюкоза бауырдан қанға, қаннан бұлшықетке барып 2 атом энергия болып пируват түзілді ғой. Ол лактатқа айналды. Лактат қайтадан қанға түсіп, глюконеогенез процесс арқылы, яғни пируватқа айналып, одан қайтадан глюкозаға айналады. Бірақ та бұл кезде уже глюконеогенез кезінде 6 атом АТФ энергия жоғалтады екен. Глюконеогенездің өзіне тоқтала кетсем, ол табиғаты глюкозаға келмейтін заттардан глюкозаның түзілуі болып табылады. Бұл бірақ анаболизм процесі, себебі бұда энергия бөлінбейді, наоборот, энергияны қолданады. Бірақ бұның организмге керек өзінің пайдасы бар, глюконеогенез. Аштық кезінде, яғни адам голодание ұстаған кезде, мысалға, глюкозаны қайдан алады, энергияны қайдан алады? Басқа субстанциялардан, белоктардан, майлардан айналдырып, кері процесс глюкоза түседі. Және де бұл көптеген жаңағы лактаттың мөлшерін азайтады. Лактат айттық улы зат деп. Лактатты қайтадан бауырға барып пируватқа, пируваттан глюкозаға айналдырды. Бірақ бір пайдасы болғанымен, екіншісі зияны ол энергия жұмсады сол үшін. Жоғарыда айтылып кеткен барлық процесстер жайдан жай болмайды, оны біреу басқарады, регуляциясы бар, иә. Қысқаша айта кетсем, соның бірі ол глюкозаның қандағы мөлшері тікелей байланысты. Глюкозаның қандағы мөлшері норма болса, гликоген өз қалпында тұрады. Егер қан көбейіп кетсе, глюкоген қоры артады. Қанда глюкоза мөлшері азайып кетсе, гликоген ыдырайды. Сол сияқты. Екіншісі ол катехоламин, глюкокортикостероидтар, глюкагон гормондары. Бұның барлығы гликогенді процесінің активациясын жоғарлатады, белсендіреді. Инсулин гормоны гликоген синтезін активациясын жоғарлатады, гексокиназанкін жоғарлатады, глюкоза 6 фосфатазанкін төмендетеді екен. Глюкокортикостероидтар қанда глюкоза 6 фосфатазаның активациясын жоғарлатады, гексокиназанкін төмендетеді. Сондықтан кейде гормон қабылдайтын адамдар, мысалға принзолон ішетін адамдардың қанда қант мөлшері жоғарылады. Себебі жаңағы гексокиназа бізде глюкозаның бұлшықетте тін клеткасында глюкоза 6 фосфатқа айналдыратын фермент қой. Бұны төмендетсе, значит глюкоза 6 фосфатқа айналмайды, ол қанда жүріп алады. Сесінде қанда деңгейі мөлшері көбейеді. Қысқаша осы. Көрермендер ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.